Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен голубцы тағамын жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен күрішімізді жібітіп қоятын боламыз. Шамамен көз мөлшерімен бір кеседей күрішті тазалап жуып аламыз. Кейіннен жылы су құйып 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Үйдегі адам санына қарайсыздар. Болгарскийлерімізді алдымен тазалап жуып келеміз, кейіннен осылайша ішін тазалайтын боламыз. Менде 18-20 шақты болгарский әзірледім. Барлығын тазалап болғаннан соң салмасын әзірлейміз. Алдын ала ашылған пиязымызды осылайша майда етіп турайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға туралған пиязымызды саламыз. Кейіннен салмасына бір помидор қосатын боламыз. Ол жаңағы голубцымыз сулы, дәмді шығуы үшін. Помидорымызды да осылайша майда етіп тураймыз. Туралған помидорымызды осылайша ыдысқа саламыз. Кейіннен күрішімізді судан бөліп алып, күрішімізді салатын боламыз. Және де фарш қосамыз. Фаршты көбірек қоссаңыздар да болады. Менде орташа көлемде болды. Және дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Және де азғана бір қасық сұйық май қосып жібереміз. Ол жаңағы салмамыз құрғақ болып қалмас үшін. Осылайша жақсылап араластырып, іші тазарған болгар бұрыштарына осылайша фаршымызды, дайын болған салмамызды саламыз. Қатты толтырмай саламыз, себебі күріштеріміз ісініп, толып кетуі мүмкін. Жартыдан сәл көбірек қылып салатын боламыз. Барлығын салып болған соң қазанымызда қызып тұрған майға майдалап туралған пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Картопымызды саламыз және де үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Бізде балалар сәбізді ірідей жемегендіктен осылайша үккіштен өткізіп тағамдарға қосамын. Сонда балалар да жақсы жейтін болады. Жақсылап қуырамыз. Кейіннен тағамымызға томат қосып, дәміне қарай тұз салып, сорпамызды әзірлейміз. Су құйып, бірінші сорпамызды қайнатып алатын боламыз. Сорпамыз бір қайнаған соң, болгарскийлерімізді, жаңа дайын болған голубцилерімізді саламыз. Голубциларымыз бір қайнаған соң астын баяу қойып, шамамен 1 сағаттай қайнататын боламыз. Сол кезде мінекей тағамдарымыз дайын болды.
осылайша кесеге құйып ұсына береміз. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.